Джонт. Авторы Стивен Кинг. Орыс тілінен аударған Орынбек Сағидәулетұлы. Оқыған Гиккай. Нөмірі 701 Джон Трейсіне тіркелу аяқталып жатыр. Нью-Йорктың Порт Оторити вокзалының көгілдір залында жағымды әйел даусы жаңғырып тұрды. Соңғы 300 жылда вокзал тіпті өзгермеген дерлік. Қабырғалары шимайланған, кішкене үрейлі қалпында. Соның арасында таспаға жазылған дауыс хабарландыруды жалғастырды. Джон Трейс Уайтхед Ситиге дейін Марс планетасы. Барша билеті бар жолаушылар көгілдір залдың жатын галереясына келу керек. Барлық құжаттарыңыз дұрыс па? Тексеріңіз. Назарларыңызға рахмет. Екінші қабаттағы жатын галерея көгілдір залға қарағанда әдемі. Қабырғадан қабырғаға дейін төселген кілем, репродукциясы бар әппақ қабырғалар, жайландыратын түстердің үйлесімді құбылуы. Бір-бірінен бірдей қашықтықта әр қатарда 10-10-нан 100 кушетка орналасқан. Араларында Джон қызметкерлері жүр. Галереяның түпкі шетінде қатар тұрған 4 кушеткаға Оутстардың отбасы жайғасыпты. Марк Оутс пен оның әйелі Мэрилис шет жағында, орталарында Рикки мен Патриция. «Әке, бізге Джон жайлы айтып бересің бе?» деп сұрады Рикки. «Уәде берген болатынсың». Жан жақтан өз орындарына жайғасып жатқан жолаушылардың әңгімелері, абыр-сабыр, шиқылдаған, сыбдырлаған дыбыстар естілді. Марк әйеліне қарап, көзін қысып қойды. Мэрилис те көз қысумен жауап қатты. Дегенмен оның толқып тұрғаны Марк байқап қалды. Марктың ойынша бұл қалыпты жағдай. Оның өзінен басқалардың бәрінің өміріндегі алғашқы Джон. Оны Марс Уайтхед Ситиге ауыстырғаны жайлы Texas Water барлау компаниясына хабарлама алған 6 айдан берлі Мэрилис екеуі отбасымен көшудің тиімді я тиімсіз жақтарын талай рет талқылаған болатын. Ақыры 2 жыл бойы бөлек болудың қажеті жоқ деп шешкен. Ал қазір әйелінің бозарыңқы өңіне қарап, ол қабылдаған шешіміне өкінбей ме екен деп ойлап қалды. Ол сағатына қараса, Джонға дейін әлі жарты сағат бар екен. Бұл уәде берген хикаяны әңгімелеп беруге жеткілікті. Мүмкін, бұл олардың көңілдерін көтеріп, жайландырар. Әйтпесе Джон жайлы не бір сыбыстар жүр ел арасында. Мүмкін тіпті Мэрилисті де тыныштар. «Жарайды», деді ол. 10 жастағы Рикки мен 9 жасар Патти оған талап жылмай қарап қалыпты. «Менің білуімше», деп бастады ол, Джонты 300 жыл бұрын ойлап тапқан. Шамамен 1987 жылы. Мұны жасаған Виктор Карун. Нақты мерзімін білмейтін себебіміз Карунның тұйықтығында. Ашқан жаңалығы жөнінде үкіметке мәлімдемес бұрын ол бұл істі ұзақ уақыт сынақтан өткізді. Онда да ақшасы бітіп, оны қаржыландырмайтын болғандықтан жария етті. Бөлменің түпкі жағындағы есік дыбыссыз ашылып, ашық қызыл комбинезон киген 2 Джон қызметкері пайда болды. Олар доңғалақты үстелшені сырғытып келеді. Үстелшенің үстінде резеңке штамппен жалғанған, тот баспайтын болаттан жасалған штуцер жатыр. Үстелшенің астында жолаушылардың көзінен тасалау үшін ұзын дастарханмен жабылған 2 газ баллоны барын Марк білетін. Қапталында ауыстырып киетін 100 бетперделер ілулі тұр. Марк сөзін жалғастырды. Оған әңгімесін аяғына дейін айтып беруге уақыт жеткілік деді. Джонтың телепортация екенін сіздер әрине білесіздер. Оны Карунның ісі деп атайды. Бірақ бұл телепортациядан басқа дәнеңе емес. Тарихқа сенсек, бұл іске Джон атауын тұңғыш ашушы құқығы бойынша Карун берді. Қызметкерлердің бірі штуцерге бетперде кигізіп, егде әйелге берді. Ол бетпердені алып, терең демалды да жайлап кушеткаға жата кетті. Джон қызметкері пайдаланған бетпердені шешіп, штуцерге жаңасын кигізді. Карун үшін бәрі карандаш, қолсағат, кілттер және бірнеше тышқаннан басталды. Атап айтқанда, басты мәселені оған тышқандар көрсетіп берді. «Тышқандар?» деп сұрады Рикки. «Тышқандар?» деп қайталады Патти. Марк білінер-білінбес жымиды. Олар әңгімені естері кетіп тыңдап отыр, тіпті Мэрилисте. Олар мұнда неге келгенін де ұмытқан сияқты. Джон қызметкерлерінің резина доңғалақты үстелшелерді қатардағы кушеткалар арасымен жылжытып, жолаушыларды бірінен соң бірін ұйықтатып келе жатқанын Марк көз қиығымен бақылап отырды. Виктор Карун шаттықтан шаттаяқтап зертханаға оралды. Жол бойы жануарлар дүкенінен соңғы $20 9 ақ тышқан сатып алды. Ол 2 рет бағанға соқтырып қала жаздады. Карунның қалтасында 93 цент, банктегі есепшотында $18 қалған еді. Ол бірақ бұл туралы ойланған да жоқ.
Оның идеясы арақашықтықтан элементарлы бөлекшелерді беру болатын. Әлемдегі барлық денелер элементарлы бөлекшелерден тұратындықтан, бұл кез келген затты және тірі жанды бір сәтте телепортацияға ұшыратуы мүмкін еді. Бұл идея логикаға онша келмейтін, бірақ көптеген элементарлы бөлекшелердің әрекеті де логикаға сыймайтын. Дегенмен үкімет үлкен күмәнмен қарай отырып жобаны қаржыландырды. Карун зертхананы қайта жабдықталған сарайға жайғастырды. Ол сарайдың әр шетіне 2 портал орнатты. Бір шетінде күрделі емес ионды пушка, оны кез келген электронды жабдықтар дүкенінен $500 сатып алуға болады. Ал екінші шетінде Вильсон камерасы тұрды. Олардың арасында душтың пердесіне ұқсаған қорғасын парақшадан жасалған перде ілулі болды. Ион ағынын бірінші портал арқылы өткізе отырып, Вильсон камерасы арқылы бақылауға болатын. Қорғасын перде ион өткізбейді. Егер олар пайда бола қалса, онда телепортация жайлы айтуға болады. Шынында, қондырғы тек 2 рет қана жұмыс істеді. Неге екенін Карун біле алмады. Ал сол күні оның жолы болды. Қорғасын пердеден өте алмаған бөлекшелер камерада көрінді. Карун ағын күшін ауыстырып еді, камера дереу өзгерістерге жауап қатты. Болды. Тынышталу керек, деді Карун көңілін жайландырып. Бәрін ойластыру керек. Асыққаннан пайда жоқ. Ол ештеңе істеместен 1 минуттай порталға қарап тұрды. Карандаш, деді ол. Карандаш жарайды. Сөреден карандаш алып, оны тез арада бірінші портал арқылы өткізді. Карунның көз алдында әдемі фокус орындалғандай, карандаш біртіндеп жойыла бастады. Карандаштың бір қырында Эберхард Фабер номер 2 деген жазу бар еді. Карандашты порталмен жылжытып, жазудан тек қана Эберх деген жері қалғанын көрген Карун порталды айналып, оның басқа жағынан қарады. Онда ол баппен, асықпай, пышақпен кескендей карандаш кесіндісін көрді. Карун карандаштың екінші жартысы болуы тиіс жағын бармағымен сипап көрді. Әрине, онда ештеңе жоқ еді. Ол сарайдың басқа бұрышында орналасқан екінші порталға жан ұшыра жүгірді. Апельсиннен босатылған жоғары жәшікте карандаштың екінші жартысы болатын. Оның жүрегі қатты дүрсілдеп кетті. Карун карандаштың үшкірленген басынан ұстап, порталдан суырып алды. Ол карандашты көзіне тақап, мұқият қарап алды да бос сарайды басына көтеріп, күліп жіберді. «Іске асты!» деп айғай салды. «Іске асты, сайтан алғыр, іске асты! Мұны жасаған мен!» Карандаштан кейін кілттер. Оны Карун жай ғана портал арқылы лақтыра салды. Оның көз алдында кілттер жоғалып кетті. Сол бойда ол кілттердің сарайдың арғы басындағы бос жәшіктерге түскен сыңғырын есітті. Карун сонда жүгіріп барып, кілттерді дереу құлыпқа салып тексеріп көрді. Кілттер мүлтіксіз жұмыс істеп тұр. Сосын ол үйдің кілтін байқап көрді. Олар да тамаша істеп тұр. Карун кілттерді қалтасына салып, білегіндегі сағатты шешті. Seiko Quartz C үлгісіндегі есептегіші бар, онымен ол қарапайым қосу алудан бастап қиын есептерді де шешетін. Күрделі ойыншық. Ең маңыздысы секунд өлшегіші бар. Карун сағатты бірінші порталға қойып, карандашпен ысырып, сарайдың екінші жағына жүгірді. Ол сағатты тыққанда олар 11 сағат 31 минут 07 секундты көрсетіп тұр еді. Енді сағат тілі 11 сағат 31 минут 19 секундта болды. Өте жақсы. Дәл келеді. Дегенмен порталдың екінші жағында ассистент болғанда жақсы еді. Ол заттардың өтуіне уақыт кетпейтініне куәлік етер еді. Алайда бұл қазір маңызды емес. Көп ұзамай үкімет оған ассистенттерді үйіп төгеді. Ол сағаттың есептегішін, басқа да функцияларын тексеріп көрді. Бәрі орнында. Демек заттар телепортация кезінде бастапқы қалпын жоймайды. Бұдан кейін тышқандардың кезегі келді деп шешті. Рикки, «Әке, тышқандарға не болды?» деп сұрады. Марк бір сәт ойланып қалды. Егер ол әйелі мен балаларын алғашқы Джон алдында қорқытып алмайын десе, сақтық жасау керек. Бастысы, бәрі дұрыс, негізгі мәселе шешілгендігіне олардың көзін жеткізу. Дәл осы жерде оның алдында азғандай қиындықтар пайда болды. Карун тышқан салынған сыртында «Біз так бұзуы дүкенінен деген жазуы бар қорапты сөреге қойып, аппаратураны тексеріп көрді. Ол зоодүкенге барып келген уақыт аралығында ештеңе болған жоқ, аппаратура жұмыс істеп тұрған. Қорапты ашып, бір ақ тышқанды құйрығынан ұстап суырып алды. Оны портал алдына отырғызып, алға деді. Ол жылдам жәшіктің тайғанақ қабырғаларымен сырғып түсіп, қаша жөнелді. Карун оның соңынан ұмтылған алақанымен жаба бергенде тақтайлар арасындағы сандылауға сүңгіп жоқ болды. Карун «Арамғатқыр!» деп айқай салып, қайтадан қорапқа қарай ұмтылды.
Ол қашпақшы болған екі тышқанды қораптың ернеуінен қайта кері итере салуға дәл уақытында үлгеріпті. Ол енді қораптан екінші тышқанды шығарды. Бұл жолы оны денесінен қысып ұстап алып, лақтыра салды. Ол аяқтары ербеңдеп, портал арқылы ұшып барып, сарайдың екінші жағындағы жәшікке топ ете қалды. Алғашқы тышқанның қалай оңай сытылып кеткенін ұмытпаған ол сол жаққа жан ұшыра жүгірді. Бекер қорыққан екен. Сорлы тышқан бір сүйіп, тып-тыныш отыр. Ол адымын баяулатып, сақтана жақындады. Ол бұрын тышқандармен жұмыс істемеген, бірақ тышқандарға бірдеңе болғанын байқау үшін көп жылдық тәжірибенің керегі жоқ еді. Тышқан порталдан өткен соң өзін жақсы сезінді, деді Марк балаларына қарап езу тартып. Тек әйелі ғана оның жымиысында бір гәп барын байқап қалғандығын. Карун тышқанды саусағымен түртіп көрді. Демалған кезде қапталы томпимаса, оның алдында жатқан ішіне ағаш үгіндісі толтырылған қуыршақ деуге болатын. Тышқан тіпті қыбыр еткен жоқ, тек алға қарап жатты. Ол портал арқылы пысық, жылмаңдаған жәндікті лақтырған. Енді оның алдында солғын, тіршілік нышаны әрең байқалатын нәрсе жатты. Карун тышқанның өлімсіреген көздерінің алдынан саусақтарын шырт еткізгенде, бейшара бір аунап түсіп өле қалды. Сонда Карун тағы бір тышқанды сынап көруді ұйғарды, деді Марк. Біріншісіне не болды, деп сұрады Рикки. Марк тағы да жымиды. Оны құрметпен зейнетке шығарып салды. Карун қағаз пакет тауып алып, өлі тышқанды салды. Кейін кешкісін мал дәрігеріне апарып сойғызып, тәжірибелік жәндікке не болғанын анықтамақшы еді. Бірақ ол жайлы кейінірек ойланса да болады. Карун бірінші порталға сырғып түсетін кішігірім төбешік жасады. Алғашқы Джон төбешік, деді Марк балаларға. Патти тышқандарға арналған сырғанақ деп ойлап, қуана күлді. Ол онда жаңа тышқанды жіберіп, шығар жерін қолымен жапты. Тышқан бұрыш-бұрышқа соғыла есеңгіреп тұрып, бөгде заттарды иіскей порталға қарай ұмтылды да жоқ болып кетті. Карун екінші порталға қарай жүгірді. Жәшікте өлі тышқан жатты. Сынған, іскен жері жоқ, ішкі ағзалары жарылып кететіндей, оқыс қысымның көтеріліп түсуін көрсететін ештеңені Карун байқамады. Ауа жетіспеу? Жоқ, олай да емес. Порталдан өту үшін қас қағым сәт қана қажет болды. Мұны сағаты да көрсетіп тұр. Екінші ақ тышқан да қағаз пакетке салынды. Карун келесі тышқанды шығарып, оны құйрығымен алға қаратып порталға салды да, екінші порталдан тышқанның артқы жағы шыққанын көрді. Ол тышқанды порталдан суырып алды. Ешқандай аурудың белгісі жоқ. Тірі. Карун қораптан тағы бір тышқанды алып, құйрығын алға қаратып порталға тықты да екінші порталға қарай асықты. Тышқан 2 минуттай тірі болды. Тіпті қашуға тырысты. Жәшіктің ішінде бірнеше қадам жасап, тәлтірек теп жүрді де, бір қапталына құлап қатып қалды. Карун басын айналдыра, саусақтарын шыртылдатып еді, ол тағы бірнеше қадам жасап, демалысы әлсіреп барып өліп кетті. Карунның арқа еті жыбырлап кетті. Ол тағы бір тышқанды алып, басын алға қаратып, жартылай порталға тықты. Келесі порталдан денесінің басы мен алдыңғы бөлігі көрінді. Карун оны қашып кетпесін деп шап бермекші еді, бірақ тышқан тырп еткен жоқ. Оның жартысы бірінші порталда, екінші жартысы екінші порталда еді. Карун екінші порталға қарай жүгірді. Тышқан әлі тірі екен, бірақ көздері бұлдырап кеткен, мұрты жыбырламайды. Порталда айналып шыққан Карун таңғаларлық нәрсе көрді. Оның алдында тышқанның кесіндісі жатты. Тура карандаш кесіндісі сияқты. Жәндіктің кішкене ғана омыртқасы ақ шеңберлермен аяқталған, тамыр бойлап қан ағып жатты. Кішкене жұтқыншағымен бірдеңе жылжып барады. Түптеп келгенде, деп ойлады ол, бұл құрылғы ғажайып диагностикалық аппарат қызметін атқара алады. Сосын Карун ағзаларының қимылы бәсеңдегенін көрді. Осылайша тышқан өлді. Ол оны тұмсығынан ұстап, порталдан суырып алды да қағаз пакетке салды. Ақ тышқандар жетер, деп ойлады ол. Тышқандар өле береді. Оларды порталға бүтіндей салсан, жартылай, бірақ құйрығымен алға, онда олар тірі қалады. Бұл жерде бір гәп бар. Мүмкін олар порталдан өту кезінде оларды өлтіретіндей бір нәрсені көретін, еститін, сезетін шығар. Бұл не болуы мүмкін? Ол жауабын білмеді, бірақ білмекші болды. Ол қабырғада тұрған жылы өлшегішті жұлып алып порталға тығып жіберді. Порталдың ар жағында да, бер жағында да бірдей көрсеткіш. Демек, тышқандарды өлтірген ғарыштық суықтық емес. Бос бөлмені ақтарып жүріп, немерелері келгенде ойнататын қуыршақтарының арасынан шарлар тауып алып, оларды үрледі де порталға тыға салды. Екінші жағына шығып қараса, бүтін, яғни өту кезінде қысының көтеріліп түсу болмайды деген сөз. Енді ол үйінен алтын балықтары бар аквариум алып келді.
Оны порталға тыға салып сарайдың екінші шетіне бет алды. Бір балық қарнын жоғары қаратып жүзіп жүр, басқасы әрең деп аквариум түбінде айналып жүрді де судың бетіне шығып шалқасынан жүзе бастады. Карун аквариумды алып тастамақшы еді, бір сәтте балық құйрығын жаймен бұлғақтатып жүзіп кетті. Жаймен, бірақ дұрыс, порталдан өтуді көтерген сияқты. Карун кешкісін мал дәрігерлік емханадан келгенде балық бұрынғы қалпына келді, бірақ екіншісі өліп қалды. Тышқандарды сойып қарау еш нәтиже берген жоқ. Тексеріс барысында тышқандардың ішкі ағзалары бүтін, дендері сау екені анықталды. Әрине, олардың өлгенін есептемегенде. Қызметшілер ұйықтататын газымен жақындай түсті. Марк жылдамдату керектігін түсінді, әйтпесе әңгіменің ақырын Марста ұйықтап жатып айтуға тура келеді. Сол күні кешкісін мал дәрігерінен үйіне келе жатып, тарихқа сүйенсек, Карун жолдың жартысын жаяу жүріп өтеді. Адамзаттың көлік жөніндегі бар мәселесін бірақ шешкенін түсінді. Автокөлікпен, пойызбен, пароходтармен тасылатын жүктер бір уақыттары жай ғана жонтталатын болады. Біз қазір үйреніп қалғанбыз, ал Карун үшін және барлық адамдар үшін бұл көп нәрсені білдіреді. Папа, тышқандар не болды? Деп сұрады Рикки. Мұндай сұрақты өзіне қоюды Карун да жалғастырды, деді Марк. Себебі ол, жонтты адамдар да пайдалана алса, бұл көп мәселені шешетінін түсінді. Ол тәжірибені жалғастыра берді, бірақ көп ұзамай зерттеуге үкімет араласа бастады. Карун оны қанша көрсетпеуге тырысқанымен, комиссия оның жаңалығы туралы біліп алып, көп созбай бәрін өз қолдарына алды. Карун өмірінің ақырына дейін Джонт жобаның жетекшісі болып саналды, алайда ол шын мәнінде ештеңеге басшылық жасаған жоқ. Үкімет тездетіп іске кіріскен соң тексерулер порттан өткізілген жансыз денелерде ешқандай өзгеріс болмайтынын көрсетті. Осылайша, Джонт процестің бар екендігі жөнінде бүкіл әлемге жария етілді. 1988 жылғы жарияланған Джонт процесс туралы жаңалық бүкіл әлемді дүр сілкіндіріп, экономикалық өсуге алып келді. 10 жылдан соң Джонт процесс станциялары әлемнің барлық ірі қалаларында пайда болып, жүктерді джонттау қалыпты іске айналды. Тышқандар ше, әке, деп шыдамсыздана сұрады Патти. Тышқандарға не болды? Марк жолаушыларды аралап жүрген Джонт қызметкерлерін көрсетті. Рик тек бас шұлғыды, ал Патти бетперде арқылы газды жұтып ұйқыға кеткенін басын сәндеп қырғызған әйелге алаңдап қарады. Ұйықтамасаң, джонтталуға болмайды ғой, әке, деп сұрады Рик. Марк бас шұлғыды да Патрицияға қарап үміттендіре күлімдеді. Бұны Карун жаңалық туралы үкімет хабардар болмастан бұрын білді, деді ол. Ол тек ес-түссіз, дәлірегі қатты ұйқыда жатқанда ғана джонтталуға болатын пайымдады. Ол тышқандарды құйрығын алдына қаратып, порталға тыққанда, деді Рикки, олар өздерін бір қалыпты сезінді, ал басын төмен қаратып тыққанда, олар өле бастады, дұрыс па? Дұрыс, деді Марк. Маңыздысы бас, ми ғой, әке, деп сұрады Рик. Дұрыс, балақай. Марк баласына риза кейіпте қарады. Саналы жігіт ақ, оның үміті һәм мақтанышы. Қиялға жайып, дігіршектерін жылжытып, Джонт қызметкерлері жақындай түсті. Әңгімені аяқтауға уақыт жетпейтін сыңайлы. Мүмкін, ол да бір жағынан жақсы шығар. Ес-түссіз жатқан жануарларға Джонт эффектінің әсері болмайтынын тәжірибелер көрсетсе де, Карун сынақтарын 20 жыл бойына жалғастырды. Ол бірнеше тышқанды ұйықтатып, бірінші порталға тығады да, екінші порталдан шығарып алып, олар ояна ма, оянбай ма деп күтіп отырады. Тышқандар оянады. Аз ғана қалпына келгеннен кейін өздерінің үйреншікті істерімен айналыса бастайды. Яғни жемтігін кеміріп, айналаны ластап, ұрпақ көбейтіп, ештеңе болмағандай жүре береді. Бұлар ерекше қызығушылықпен зерттелген тышқандар болды. Ешқандай жағымсыз әсер байқалмай, олардан бір қалыпты тышқандар туылып, басқа тышқандардан бұрын өлмейтін. Әке, ол қашан адамдармен жұмыс істей бастады, деп сұрады Рикки, алайда ол туралы мектеп оқулықтарынан білетін болуы мүмкін. Әңгімелеп беріңізші. Мен тышқандардың халі не болғанын білгім келеді, деп тағы қайталап сұрады Патти. Газды стол олар отырған қатарға жақындап қалды. Дегенмен Марк Коутус өзіне бірнеше секунд ойланып алуға мұрша берді. Оның қызы сөз жоқ. Інісінен аз білсе де өзінің ішкі ойына құлақ түріп дұрыс сауал берді. Сондықтан ол бірінші ұлының сұрағына жауап бермек болды. Джонтты алғаш сынағандар астронавтар немесе ұшқыштар емес. Өз еріктерімен келісім берген сотталғандар болды. 6 еріктіні ұйықтатып, кезекпен порталдан өткізеді. Марк балаларға бұл туралы айтып берді. Себебі 6-ы түгел қаз қалпында оянған еді. Бірақ ол 7-ші сыналушы жайында жақ ашпады.
Бұл адамның шыны әлде ойлап табылған, дәлірегі осы екеуінен құрылған Рудди Фогия деген есімі бар еді. Ол үйінде тып-тыныш бридж ойнап отырған 4 қарияны өлтіргені үшін өлім жазасына кесілгенміз. Фогияға ОББ және ФТБ бірлесіп, ұйықтамай Джон сынағына қатысуға ұсыныс жасаған көрінеді. Егер бәрі дұрыс болса, бостандыққа шығасың және қаржылай көмек аласың. Егер өлсең, не жынданып кетсең, демек жолының болмағаны. Қалай қарайсың? Дептіміз. Өлім жазасының аты өлім жазасы екенін жақсы түсінетін Фогия келісім береді. Себебі ол қорғаушысының кешірім жасау туралы өтініші кері қайтарылғанын және өзінің көп болса 2 апта өмірі қалғанын білген болатын. Сол ұлы күні 2007 жылдың жазында сынақ залында 12 ғалым болды. Фогия оқиғасы шын болғанның өзінде оның ақиқаттығына Марк сенімдеді. Бірақ ол бұл туралы ғалымдардың бірі жария еткеніне күмәнмен қарады. Дәуде болса, бұл сырды жайып салған күзетшілердің немесе аппаратураны күтіп баптайтын техникалық жұмысшылардың бірі болуы мүмкін. Егер осыдан тірі қалсам, маған жаңғақты құймақ құйылған қуырылған тауық дайындап қойыңыздар. Ал содан соң мен бұл жерден тайып тұрамын. Ұзын құлақтың айтуынша бұл сөздер бірінші порталға қадам басып, екінші порталдан шығар алдында Фогияның аузынан шыққан. Ол тірі шықты. Дегенмен, оған қуырылған тауықтан дәм тату бұйырмады. Порталдан өткен қысқа ғана уақыт ішінде оның шашы әппақ қудай болып кетті. Физикалық тұрғыда оның бет әлпеті өзгермеген. Бірде-бір әжім түспеген, бірақ оның түріне қарасам қорқынышты. Тіпті мүмкін емес, кәріліктің нышаны байқалып тұрды. Фогия аяқтарын сүйрете аяндап, порталдан ұзай бере, қолын сенімсіздеу созып, әлемге нұрсыз көздерімен қарады. Еріндері дірілдеп, әрең қозғалып, аузынан сілекей ағып кетті. Жиналған ғалымдар қатты да қалды. Олардың бірі ақыры шыдамай, «Не болды?» деп айғай салды. Бұл Фогиядан жауап беріп үлгерген соңғы сауал еді. Ол жақта мәңгілік, деді де өліп кетті. Кейін дәрігерлер инфаркт екенін анықтады. «Әке, мен тышқандарға не болғанын білгім келеді», деп қайталады Патти. Оған бұл туралы қайталап сұрау мүмкіндігі алдындағы бәтеңкесін жылтырата тазартып, қымбат костюм киген бір іскер кісі жон қызметкерлерімен дауласқандықтан туындады. Ол өзін газден ұйықтатқанын қаламай, бір нәрсе талап етіп жатқан сияқты. Жон қызметкерлері қалайда көндіруге тырысып, оны ұялтып, көзін жеткізіп жатты. Бұл олардың алға жылжуын баяулатқан еді. Марк күрсінді. Бұл әңгімені балалар Джонтың алдында уайымдамасын деп бастаған өзі тұғын. Енді оларды қорқытып алмас үшін қолынан келгенше шынайы етіп аяқтау керек. Ол әрине Джонт құпия құрсауында бөлімі Джонт жайлы нақты сыбыстардан құралған Саммерстің Джонт саясаты кітабы туралы балаларына айтпайды. Ол кітапта Рудди Фогидің тарихы мен басқа да соңғы 300 жылда ұйықтамай Джонт сынағына келісім берген есі кеткендер және жанкештілер жайлы сөз болады. Олардың көпшілігі порталдың шыға берісінде жан тапсырған. Кейбіреулері есалам болып қалған. Сыбыстар мен жорамалдардан тұратын Саммерс кітабының бұл бөлімінде көптеген құпиялар жария етілген. Мәселен, Джонт бірнеше рет кісі өлтіру қаруы ретінде пайдаланылған. Мына бір атышулы оқиға бар жоғы 30 жыл бұрын болыпты. Невада штатындағы Сильвер Сити порталында Джон зерттеушісі Лестер Майклсон өзінің әйелінің аяқ қолын байлап, айқайлағанына қарамастан итере салған. Ол әйелін итермес бұрын басқару панеліндегі барлық көрсеткіштерді жойып жіберетін тетікті баса қойған. Осылайша, порталдағы Майклсон ханымның шығатын бағытындағы көрсеткіштер жойылып, ол басқа бірақ әлемге жонтталған. Сарапшылар оның есі дұрыс, өз ісіне жауап бере алатынын бекіткен соң қорғаушысы Майклсонды кісі өлімі үшін соттауға болмайды, себебі Майклсон ханымның өлі екеніне ешкім кепіл бола алмайды деген шешім шығарды. Бұл пікір денесі жоқ, бірақ есі бар. Бар әлемге жанұшыра айғайлаған әйел елесінің образын қалыптастырды. Десе де, Майклсонды соттап өлім жазасына кесті. Сондай-ақ Саммерс, кейбір диктаторлық режим Джон процесті пікірі басқа саяси қарсыластарынан құтылу үшін пайдаланған деп топшылайды. Кейбіреулер мафияның да өздерінің заңсыз Джон станциялары болған деп есептейді. Кітапта мафия өздерінің құрбандарынан Джон станция арқылы тірілей де, өлі де құтылып отырғандығы айтылады. Көрдің бе? Деді Марк жай ғана Паттидің тышқандар туралы сауалына жауап бере отырып. Әйелдің қабағымен артық ештеңе айтып қоймауын ескерткенін байқап. Көрдің бе, Патти? Тіпті қазірдің өзінде ешкім нақты ештеңе білмейді.
Бірақ жануарлармен сынақ ғалымдарды жонтталу қасқағым сәтте өткенмен, ойында телепортацияға көп уақыт кетеді деген тұжырымға келді. Патти: «Мен түсінбеймін», деп ренжи тіл қатты. «Мен білгем түсінбейтінімді». Алайда Рикки әкесіне ойлана қарады. Олар өздерін бір қалыпты сезініп, өмір сүруін жалғастыра берді, деді Рикки. «Барлық тәжірибе жануарлары. Егер ұйықтатпаса, біз де солай боламыз». «Иә», деп келісті Марк. «Ғалымдар дәл солай деп есептейді». Риккидің көзқарасында жаңа бірдеңе пайда болды. Марк бірден түсінген жоқ. Үрей ма? Құмарту ма? «Бұл жай ғана телепортация емес қой, иә, әке? Бұл уақыттың қиыс кетуі ғой». «Ол жақта мәңгілік» деген ой келді Маркке. Мұнымен ол не айтқысы келді? Анау қылмыскер не айтқысы келді? «Бір жағынан солай ғой», деп жауап берді ол баласына. «Бірақ бұл түсіндірмеден ештеңе ұқпаймыз. Себебі біз уақыттың қиыс кетуінің не екенін білмейміз. Бұл жерде гәп мынада болуы мүмкін. Түйсік элементі бөлшектермен берілмейді. Ол қалайда бөлінбейтін, бірыңғай бүтін болып қалады. Сондай-ақ уақытты сезінуді бұзылған қалпында сақтайтын сияқты. Шындығында таза түйсіктің уақытты қалай өлшейтінін білмейміз. Қала берді, біз денесіз таза түйсіктің не екенін білмейміз». Марк баласының өткір де сыни көзқарасын бақылай отырып, жым бола қойды. Түсінеді, бірақ ештеңе ұқпайды, деп ойлады ол. Түйсік адамның ең жақсы досы болуы да мүмкін. Істейтін іс, оқитын ештеңе болмаған жағдайда оны ұмытып кетуі де мүмкін. Бірақ ол ұзақ уақыт жаңа деректер алмаса, адамға қарсы шығады. Яғни өзіне өзі қарсы шығып, өзін өзі жұлып, жеп, қинап, өзін өзі жою әрекетінде болады. Бұл жылдар ішінде қаншаға созылады? Дене үшін жонт 0,67 триллионнан секунд алады. Бірақ бөлінбеген түйсік үшін қанша көп? 100 жыл, 1000, миллион, миллиард. Өз оймен өзі уақыттың шексіз алғанда қанша жыл? Миллиард мәңгілік өткенде аяқ асты бірден денеге, формаға, жарық дүниеге қайта келу. Мұндайды кім көтереді? Ол Рикки дей беріп еді, осы сәтте оған столын сүйреткен қызметкерлер жақындай түсті. «Сіздер дайынсыздар ма?» деді олардың бірі. Марк бас шұлғыды. «Әке, мен қорқамын», деді Патти нәзік даусымен. «Ауырта ма?» «Жоқ, қарағым, жоқ», деді Марк жайбарақат дауыспен. Мұндай сәттерді басына 25 рет өткерсе де, оның жүрегі бір тулап түсті. «Мен бірінші боламын, сосын оның опына екенін өздерің көресіңдер». Үстіне комбинезон киген кісі оған сұраулы пішінмен қарады. Марк басын шұлғыды да өзін-өзі мәжбүрлеп жымиды. Одан соң оның бетіне бетперде түсірілді. Ол оны қыса ұстап, қараңғықты тереңдем ала жұтты. Оның есін жиғандағы алғаш көргені Уайтхед Ситиді көмкерген күмбез үстіндегі Марстың қара аспаны болды. Түн. Жерде ешқашан көрмеген, аспанда шашылған жұлдыздар таң қаларлық жарықпен жылтырап тұрды. Содан соң ол қандай да бір түсініксіз айқайлар мен мүңгірлеу, және бір секундтан соң кеуденді тесіп өтерлік шыңғыру есітті. Оның басына «О Құдайым-ау, мынау Мэрилис қой» деген ой келді де, соғып өткен бас айналы толқынмен жағаласып мөстектен түрегелді. Қайтадан айқай. Ол өздері жаққа жүгіріп келе жатқан қызыл комбинезонды жон қызметкерлерін көрді. Мэрилис қолымен әлдебір жақты нұсқап бұған қарай тәлтіректей жүрді. Сосын тағы бақырып жіберіп, ессіз құлады. Дегенмен, Марк оның қайда меңзеп тұрғанын түсінді. Ол көрді. Ол Риккидің көзінен үрей емес, құмарлықты байқады. Оның білуі керек еді. Рикки мұның ойындағысын, қызығушылығын түсінді. Себебі ол оның баласы емес пе? Қорқыныштың екенін білмейтін Рикки ғой. Бұл сәтке дейін Риккимен қатар мәсекте Патти жатты. Бағына қарай ол әлі ұйқыда еді. Баласына не болған еді? Қалтырап, дірілдеп, қасында әппақ қардай шашты, таңғаларлық нұрсыз кәрі көзді 12 жастағы бала жатты. 12 жастағы баламен қатарласып тұрған тірі жан уақыттан да кәрі. Ол жан ұшырған, көңіл көтеру сәтіндегідей аспанға секіріп, қалтырып, дірілдеп, содан соң қырылдаған шайтанның даусына салып күлді. Жон қызметкерлерін жақындауға батылары жетер емес. Кәрі баланың аяғы қалтырап иіле берді. Қолы жыртқыштың кеуіп қалған аяғы сияқты. Олар ербеңдеп, әуеде билеп, төмен түсе келе, бір жақында ғана Рикки аттап келген тірі жанның бетіне жармасты. «Әке, сен ойлағаннан да ұзақ», деп қырылдады ол. «Сен ойлағаннан да ұзағырақ. Маған бетперде бергенде демімді ішіме тарта қойдым. Ұйықтап жатқан түр таныттым. Көргім келді, және көрдім де. Мен көрдім, сен ойлағаннан гөрі ұзағырақ». Ол қырылдап, шырылдап, күтпеген жерден көзіне бармақтарын сұға бастады.
Зал үрейленген, айқайлаған маймылханаға айналып кетті. О әке, сен ойлағаннан да ұзақ, тіпті сен көзіне елестете алмайсың. Сен болжағаннан әлде қайда ұзақ. Мен көрдім, ұзаққа созылған Джон. Ол тағы да бірдеңелерді айқайлап айтып жатты. Бір кезде Джон қызметкерлері естерін жиып, айғайлап өзінің көзін өзі ойып алмақшы болған тірі жан жатқан мәстекті тез-тез залдан алып кетті. Ол тағы да бірдеңелерді айтып айқайлап жатты. Бірақ Марк Оутс естімеді, себебі өзі де айқайлап жатқан еді.